бұрыннан бірге жұмыс істеп жатырмын. Сіздер өте. Бірақ бұл осы нақты іске көшкеннен соң кез келген мысалы қазаққа жанашырлық азамат өзіне бір мысалы мен айта аламын. Анау Шаңырақ ауданында қазақша садик ашылар кезде мен өзім еңбек етемін. Себебі кез келген қазақ мысалы автобуста жүрсе де, жұмыс істеп жүрген жерінде де мысалы кез келген жүрген жерінде өзінің қазақ екенін мысалы басқа ұлттардың алдында көрсете білген дұрыс деп ойлаймын. Себебі мысалы мен қазақ садик нашарда мысалы орыстар анау Жетісу ауданының әкімі біледі, акимат біледі. Сонда басқалар бір жұмыс жасағысы келеді, көп ақша алғысы келеді. Сосын мен бардым, қиғысып тастадым да, айттым мен, соны біз бір 800 мыңға жасаймыз деді. Олар 5-6 миллион өздері алғысы келеді. Сосын барып, сөзде шум шығарып, сөзде білім бастығы Жетісу ауданының, мысалы, басқолдығын алғысы бұзады. Айтарып төбелеске шейін бардым. Осы кесіп болды. Бұлан айын жылап. Оны бүкіл прессаны жинап, жаңағы садикқа жұмыс істеп жатыр. Сондықтан мен көп сөйлемеймін, бәрін ағайындардың бәрі өшеді оған жанашырлық, қазақ халқы жанашырлықтың бәрі түсінікті. Бірақ кез келген жүрген жерінде, мысалы, осындай іспен істеп жүрген дұрыс та, мысалы. Соны қоссаңыздар, сол жаңағы полиция неге бізге осы мысалы Прибалтикада бар, өзіңіз білесіздер, 2 миллион халық бар, тәжірибе. Неге тіл полициясын? Осы міне тіл полициясы. Неге бізге қазір бізге мысалы мен айтатын болайын. Қазаққа портфель берсек полиция болса, қазақтар, ол 10 жерден құртады. Мысалы, шағын бизнес құртып жатыр. Тіл полициясы не қоспасыздар? Айтқышын. Прибалтика немене сонда неге қосып отыр? Осыны қосып отыр.